тура пропорционалды тәуелділік және кері пропорционалды тәуелділік. Бізде тәуелділік ол екі шаманың арасында болуы мүмкін. Екі шама бізде тура пропорционал болуы мүмкін, немесе кері пропорционал болуы мүмкін. Ал енді тура және кері пропорционал деген сөздердің мағынасын түсіндірейін. Мысалға бізде бір қаламсаптың құны 50 теңге болсын. Ал егер біздер осындай 3 тал қаламсап алатын болсақ, демек ол бізде 150 теңге болады бағасы. Ал егер 5 қаламсап алатын болсақ, ол бізде 250 теңге болады. Бұл жерде байқап тұрсыңдар, қаламсапты көп алған сайын біздің төлейтін ақшамыз да көп болады. Яғни біздер қаламсаптан көп алсақ, төлейтін ақшамыз да көбейеді. Ал егер қаламсаптан аз алсақ, онда төлейтін ақшамыз да азаяды. Яғни екеуі бір-біріне тура пропорционал болып тұр. Екеуі бірдей өседі, немесе бірдей кемейді. Бірдей азаяды, немесе бірдей көбейеді. Ал енді мысалы мынандай жағдай болуы мүмкін. Менің 3 сағат уақытым бар делік. Егер менің жылдамдығым мысалға 30 км сағат болса, онда мен 3 сағатта 90 км жүріп өтем. Немесе менің жылдамдығым 40 км сағат болса, онда мен 3 сағат бойы жүрсем 120 км жүрем. Ал егер жылдамдығым 50 болатын болса, онда мен тура осындай 3 сағатта 150 км жүріп өтем. Яғни менде уақыт тұрақты болып тұр. Егер мен жылдамдығымды көбейткен сайын, немді де жүрген жолым да көбейіп тұр. Яғни қаншалықты тез жүрсем, соншалықты көп жүрем. Немесе қаншалықты аз жылдамдықпен жүретін болсам, мысалы баяу дейді ғой, онда соншалықты аз жол жүріп үлгерем. Яғни бұлар да бізде тура пропорционал болып тұр. Мен стрелкасын былай қойын, себебі 30, 40, 50 болып өсіп тұр. Мынау 90, 120, 150 болып бұл да өсіп тұр. Немесе мына стрелканың бағыты. Яғни бізде мына жерде стрелканың бағыты бірдей болу керек. Сонда олар тура пропорционал болады. Ал енді бізде кері пропорционал. Яғни бізде бір шама артқан кезде бір шама азаяды. Мысалға менде 300 теңге бар делік. Теңге бар. Енді мысалға мен 60 теңгелік қалам алатын болсам, маған 5 тал, мысалы 5 дана түседі, немесе 5 тал түседі. Ал егер мен бағасы арзандау 50 теңгелік алатын болсам, онда маған 6 дана түседі. Ал енді мен бұдан да арзан 30 теңгелік алатын болсам, онда маған 10 тал түседі. Енді мысалы 10 теңгелік нәрсе алатын болсам, мен онда маған 30 дана түседі. Яғни менде 300 теңгелік тұрақты болып тұр. Мен қаншалықты қымбат алсам, соншалықты аз алам, қаншалықты арзан алсам, соншалықты көп алам. Яғни екеуі бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Мен мына жерде тауарымның құны түсіп тұр, есесіне 5, 6, 10 нем көбейіп тұр. Тауарымның саны көбейіп тұр. Яғни мен мына стрелкам, яғни 10, 30, 50 болып бұлай жоғары көтеріліп жатыр бағасы, ал бірақ менің саным бұлайна көбейіп жатыр. Яғни менің тауарымның құны арзан болса, мен көбірек алам, ал қымбат болса, керісінше азырақ алам. Яғни бір-біріне кері пропорционал болып тұр. Немесе мен мынандай нәрсе істеймін. Менде 240 километр жол жүрім керек. Мен оны қанша сағатта жүріп өтем? Егер мен 80 км сағат жылдамдықпен жүретін болсам, онда оны 3 сағатта жетем. Мысалы 240 км, мысалы 2 қаланың арасын 80 км сағат жылдамдықпен жүрсем, онда 3 сағатта жүрем. Ал егер мен жылдамдығымды азайтатын болсам, онда мен керісінше уақытым көбейеді. Ұзағырақ жүрем. Мүмкін мен тағы қаншаға бөлінеді? 240 бізде. Сол мен керісінше тағы да азайтатын болсам, 20 мен жүретін болсам, онда бесе мен 12 сағат бойы жүрем. 10 км сағат жылдамдықпен жүретін болсам, онда мен 240-ты 10-ға бөлсем, 24 сағат бойы жол жүреді екен. Сонда мен жылдамдығым азайып тұр,
есесіне уақытым көбейіп жатыр. Немесе мен егерде жылдамдығымды көбейтетін болсам, онда керісінше уақытым азаяды. Уақытым азаяды, дұрыс. Сонда мына 10, 20, 80 болып былай жоғары қарай көтеріп тұр, жылдамдығымызды көтеріп жатырмыз, есесіне уақытымыз азайып жатыр. Демек, бұлар бізде кері пропорционалды тәуелділік. Ал енді бізге мәтінді есеп беріп қояды, астындағыдай, немесе кітапта. Және сондай есептерді қалай шығарамыз? Бірінші олардың тура пропорционал екен, кері пропорционал екен, соларды анықтап алуымыз керек. Мына жерде мен диірменде 5 сағатта 6 тонна бидай тартылады. Осындай жұмыс өнімділігімен 12 сағатта қанша бидай тартуға болады? Яғни олар 5 сағатта, бұлайны ұзын сызып қойын, бұрынғы процент сияқты, 60 тонна тартылады, ал 12 сағатта тура осындай өнімділікпен, яғни осындай жылдамдықпен десек болады, қанша тонна тартылады. Яғни біздің неміз сағатымыз көбейген сайын қаншалықты көп сағат жұмыс істейміз, соншалықты көп тонна біздер тартып аламыз. Бұл жерде бізде пропорцияның негізгі қасиеті бойынша 12 мен 60-ты көбейтеміз де 5-ке бөлеміз. Бұл бізде тура пропорционалды солай есептейміз. Яғни мына мен мынаны көбейтеміз, және оны бөлеміз мынаған. Демек, мен мынаны x деп жазайын. X тең 60 көбейтілген 12 бөлінген 5. 60 пен 5-ті қысқартатын болсақ, 60-ты 5-ке бөлсек 12 болады. Мына жағы астында бір қалды. 12-ні 12-ге бөлсең бізде 144. Яғни ол 5 сағатта 60 тонна тартып бітіретін болса, ал 12 сағатта 144 тонна тартып бітіреді деген сөз. Яғни екеуі де көбейіп жатыр. Ал енді бізде мынандай жағдай болуы мүмкін. 2 қоян бір қап сәбізді 14 минутта жейді. Тура осындай 7 қоян бір қап сәбізді қанша минутта жеп бітіреді еді. Яғни 2 қоян бар бізде, олар 14 минутта жейді. Ал енді 7 қоян бізде қанша минутта жейді. Бізде қарап тұрсыңдар, қояндардың саны көбейген сайын біздің уақытымыз азаю керек. Яғни олар тезірек жеп бітіреді. Бұл жерде бізде яғни кері пропорционал. Кері пропорционалды шығарған кезде біздер мына екеуінің орнын жай ғана ауыстыра саламыз. Сол кезде мен мынаны сәл шетірек жазайын. Екеуін ауыстыратын болсақ, яғни бізде 7 үстіне кетіп қалады, 2 астында қалады. Ал шетіміз 14-іміз тұра береді, мынауымыз қайттан сұрақ белгісі болып тұра береді. Енді мына жағынан шығарайық. Сонда біздің x-іміз тең болады. Қайттан 14 бенен 2-ні көбейтесің де 7-ге бөле саласың. Яғни мынау мен мынаны көбейтесің, және оны 7-ге бөлесің. Сонда мына 14 пен 7 қысқарып, тағы 2 қалады, тең 2 4 болды. Демек бізде 2 қоян 14 минутта жейтін болса, 7 қоян оны 4 минутта бітіреді деген сөз. Жауабы демек 4. Ал енді кітаптағы осындай есептерді алдым. Осы 7 есепке, мен 7 есепті қайсысы тәуелділікке жататынын және оны қалай шығаратынын көрсетейін. Мысалға 13 килограмм ауаның көлемі 10 метр куб болса, ұзындығы 9 метр, ені 4,5 метр және биіктігі 2,7 метр болатын бөлмедегі ауаның массасын табыңдар. Яғни бізде мынау 10 метр кубта 154 есеп. 10 метр кубта бізде 13 килограмм ауа бар. Ал енді мен мына жерде келесі бөлменің көлемін тауып алайын. Ол үшін 9-ды көбейтемін 4,5-ға, оны көбейтемін 2,7-ге. Мен оны қазір тезірек болу үшін калькулятормен көбейте салайын.
Яғни 9-ды көбейтемін 4,5-ға, оны көбейтемін 2,7-ге. 109,35. Яғни біздің ауданымыз 109,35 метр куб болды. Енді осы жақта қанша килограмм ауа болады? Бізде бұл тура пропорционал ма, әлде кері пропорционал ма? Бізде қаншақты бөлмеміз үлкен болады, соншалықты ауамыз көп болады. Қаншақты бөлмеміз тар болады, соншалықты бөлмеміз аз болады. Яғни бұл бізде тура пропорционал. Яғни тұрған жерінде шығара береміз. Мына санды 13-ке көбейтеміз де қайттан 10-ға бөлеміз. Осыны мен көбейтейін 13-ке. Енді оны бөлейін 10-ға. Сонда бізде мына сұрақ белгісін өлшеп тастайын. Жауабы 142. Енді біздер шамамен алсақ та болады, шамамен алмасақ та болады. 142,155 килограмм ауа сияды. Яғни ауаның массасы осында килограмм. Ал енді келесі есепте 155 есеп. Көлемі осындай болатын бетон тақтаның массасы 4,75 тонна. Егер массасы 6,65 тонна болатын тақтаның көлемін табыңдар. Сонда біздің көлеміміз 2,5 болып тұр метр куб. Оның массасы бізде 4,75 тонна болып тұр. Ал енді 6,65 тонна бар. Оның көлемі қанша деп тұр? Яғни біздің көлеміміз көбейген сайын массамыз артады, ауыррақ болады. Ал көлеміміз азайған сайын, онда біздің жаңағы бетонымыз да жеңілірек болады. Яғни бұл бізде тура пропорционал. Бұл жерде де мынаны көбейтеміз де, бағанағыдай қарама-қарсыларын көбейтеміз. Біреу оң жақта, біреу сол жақта, біреу астында, біреу үстінде деп айтқан. Оны бөлеміз 4,75-ке. Сонда 2,5-ті көбейтеміз 6,65-ке. Яғни сосын оны бөлеміз 4,75-ке. Сонда бізде 3,5 метр куб шықты. Яғни, мұнан мен сұрақ белгісін өлшеп тастайын. 3,5 метр куб бізде бетонның көлемі екен. Яғни бетонның көлемі 3,5 болса, оның тоннасы, яғни салмағы 6,65 болады екен. Келесі есепте 156 есеп. Турист 35 км жолды 2-1 сағатта, яғни жарты сағатта жүріп өтті. Тұрақты жылдамдықпен турист 1 сағатта, 2,5 сағатта, 4 сағатта қанша жол жүреді? Яғни ол жарты сағатта 35 км жүреді. Сонда 1 сағатта қанша жүреді? Тағы да 2,5 сағатта қанша жүреді? Және 4 сағатта қанша жүреді? Енді қарап тұрсыңдар, бұл тура пропорционал ма, әлде кері пропорционал ма? Біздер қаншалықты ұзақ уақыт жүретін болсақ, соншалықты көп жол жүреміз. Яғни бұл бізде тура пропорционал. Бізде мына жерде жарты сағатта 35 жүрсе, яғни мұна жартыдан 2 есе көп қой 1 сағат деген. Демек бұл 70 км жүреді. Ал бізде 1 сағатта 70 км жүрсе, 2 сағатта 140 км жүреді. Және оған тағы жарты сағат қосатын болсақ, яғни 140-қа тағы да 35 қоссақ, 175 км жүреді. 2,5 сағатта. Ал енді 4 сағаттағысын есептейік. Яғни 1 сағатта 70 жүрсе, 2 сағатта 140, 3 сағатта 210, 4 сағатта бізде тура осындай жылдамдықпен 280 км жүреді екен. Яғни қаншалықты ұзақ уақыт жүреді, соншалықты көп жол жүреді деген сөз. Екеуі де артып тұр. Келесі есепте 157. Бұл 157 екен. Мен қате оқып жіберіппін. Қазір 156 шығарайық онда. Енді 156 шығарайық.
0,8 метр матаға 960 теңге төленген. 3,25 метр матаның құнын есептеңдер. Яғни 0,8 метр мата ол бізде 960 теңге тұрады. Сонда 3,25 метр мата ол қанша теңге тұрады? Енді бізде қарасыңдар, қаншалықты матамызды көп аламыз, соншалықты бағасы оның қымбатырақ болады. Яғни ақшасы оның көбірек болады. Яғни бұл бізде тура пропорционал тағы. Қайттан бұл жерден 960-ты көбейтеміз 3,25-ке. Енді оны бөлу керекпіз 0,8-ге. Яғни 3900 теңге тұрады екен. Мен мұны сұрақ белгісін қайттан өшіріп тастайын. Сонда біздер мынау мен мынаны көбейтеміз де мынаған бөлеміз. Келесі есепте 158-ші есеп. Стадион салуға арналған 5 бульдозер 7 сағат тазалады. Осы алаңды сол еңбек өнімділігімен сақтай отырып 7 бульдозер қанша уақытта тазалайды? 158-ді мен мына жаққа жазайын. Яғни бізде 5 тал бульдозер 7 сағатта тазалайды. Сонда 7 бульдозер қанша сағатта тазалайды? Яғни біздің бульдозеріміз қаншалықты көп болады, соншалықты біздер тез бітіреміз. Яғни біздің мына сағатымыз азаю керек, бульдозеріміз көбею керек. Бульдозеріміз көбейсе, сағатымыз азаяды. Бульдозеріміз азайса, сағатымыз керісінше көбейеді, олар ұзағырақ жұмыс істейді. Яғни біздер мына екеуінің орындарын ауыстырып қоюымыз керек. Демек 7b 7 сағатта, 5b қанша сағатта? 7 мен 5-ті көбейтеміз 35, оны қайттан 7-ге бөлсең 5. Яғни бізде ол 5 сағатта бітіреді. Яғни біздің бульдозеріміз артты. Есесіне біздер тезірек жұмыс істедік. Келесі 159-ші есеп. Жүк тасымалдау үшін сыйымдылығы 9 тонна болатын 16 машине қажет. Осы жүкті тасымалдау үшін сыйымдылығы 12 тонна болатын қанша машине қажет? Яғни 9 тонна болатын 16 машина қажет. Ал егер біздің жаңағы неміз жүк көлігімізге 12 тонна сиятын болса, онда оған қанша машина керек? Яғни біздің машинамыздың көлемі артып тұр ғой. Мынаған басына 9 сиятын еді. Демек оған 16 тал машина керек. Ал егер біздің 9 тонна емес 12 тонна сиятын болса, демек оған азырақ машина керек. Сонда бізде бұл кері пропорционал болып тұр. Яғни біздің машинамыздың көлемі үлкейді, яғни көбейді, сыйымдылығы, есесіне жаңағы машинамыз азаяды. Демек қайттан орындарын ауыстырамыз. 9 бен 12-ның орнын ауыстырамыз. 12 деп тұрып 16 дейміз. Қасындағы әріптен жазбай қойын. 9 деп тұрып қанша дейміз. Сонда біздер 16-ны 9-ға көбейтеміз. 16 көбейту 9. Оны бөлеміз 12-ке. Яғни бізде 12 шықты өзі. Яғни егерде сол 12-ні мына жаққа жазып қойық. Мынаны өшіре салайын, мынаны өшіре салайын. Демек, мына жерде 5 болды, Бізде 9 тонналық 16 машина қажет, немесе 12 тонналық 12 машина қажет. Яғни біздің сыйымдылығымыз артты, неміз үлкейді, багажымыз десек болады. Яғни біздің машинамыз да азаяды. 160-шы соңғы есеп. 4 тас қалаушы жұмысты 9 күнде орындайды. 4 тал тас қалаушы жұмысшы. Тас қалаушы деген олар жұмысшы. Сол жұмысты тас қалаушы деп қойын. Олар 9 күнде орындайды. Осындай өнімділікпен 6 тал тас қалаушы қанша күнде орындайды?
Яғни біздің тас қалаушымыз көбейген сайын, олар жұмысты тезірек уақытта, яғни азырақ күнде бітіреді. Яғни мына біздің күніміз азаяды, ал тас қалаушымыз көбейеді. Сонда бізде бұл тағы да кері пропорционал болып тұр. Яғни мына жерге 4 пен 6-ның орнын ауыстырып жазайық. Мына жерде 9 бар. Демек 9 4-ім 36, 36-ны 6-ға бөлсек 6. Демек біздің мына жердегі санымыз 6 болу керек. Яғни 4 тас қалаушы 9 күнде бітіреді, ал 6 тас қалаушы 6 күнде бітіреді екен. Бұл бізде кері пропорционал. Осы видеодан кейін тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кет. Түсінбеген есептерің болса, комментарийға жазсаңдар болады, мен жауап жазамын.